жылдам ақпарат тарады. Көріңіздер. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұнатпаңыз. Алдағы күндері бірнеше өңірде аяз күшейеді. Ел аумағы бойынша тұман түсіп, екпінді жел соғады. Қазгидромет синоптиктері 14-16 қараша күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады. Алдағы 3 күнде Қазақстанның батысында, сонымен қатар оңтүстігінде антициклон әсерінен 15-16 қарашада оңтүстік-шығыста, 16 қарашада республиканың орталығында, шығысында және солтүстік-шығысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Алайда еліміздің солтүстік жартысында және оңтүстік-шығысында қарлы ауа райы, солтүстікте бұрқасын сақталады. 15-16 қарашада циклон жырасы біртіндеп басқа аумақтарға ауысып, одан жауын-шашын, жаңбыр мен қар түрінде, сондай-ақ көктайғақ болады. Еліміздің оңтүстік-шығысында 14 қарашада қар жауады деп болжануда. Ел аумағы бойынша тұман түсіп, екпінді жел соғады. Түнде ауа температурасының батыста 1-10 градус жылыға дейін, солтүстік-батыста және солтүстікте 2-11 градус аязға дейін, орталықта 5-13 градусқа дейін аяз күтіледі. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойып ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.